негізі сол мына әлемді ұстап отырған мемлекеттердің, материктердің болашағы туралы прогнозды жиірек айтып тұрсаңыз, мүмкін біздің каналдың несі күшейе түсетін болар деген ой ғой. Күшейет. Қазір менің айтатыным, Американың үлкен апаттың алдында тұр Америка. Йеллоустоун вулканы қазір оянды. Оны ұстап тұратын жай сандуғаштың күші жетеді. Мен ұстауға оның күшім жоқ. Ол лава, жердің астындағы от, мен онымен пайдалануды ешқашан көргенде жоқпын. Менің күшім ол жеңіл стихия. Жел, су, нағыз менің жақсы. От. Ал анау ауыр стихияны пайдалануға менің күшім де жоқ, ұмтылысым да жоқ. Оған сандуғашты шақыру керек, көмек сұрау керек одан. Оны тоқтатуға. Йеллоустоун жарылса, Америка жоқ болады. Бір күнде ұлы держава бәрін билеп отырған жоқ болып кетеді. Бәрі де 5-10 метр лава дейді, лаваны. Соның астына қалады. Ал қалған жерге қалай тиетіні, белгісіз қалай жел соғатыны. Бірақ қазір күз жақсы күз болғанда солтүстіктен мұхитінен жел соққанда ол солтүстікке, оңтүстікке соғады, соғып тұрады. Сонда шыққан сол бәрі қоқым текіл дейді. Сол бәрі кетеді, Америкаға, Мексика шейін жетеді. Американың бәрі ұмтылысы эволюция туралы ұмтылыс болу керек, эволюцияға. Қазір олар енді бір 3-4 күннен кейін не болады ғой, оның несі? Күткен сайлау болады, сайлау. Сол сайлаудың арқасында қалай олар бұрылады, солар олардың өмірлері болады. Не өледі, не өзінің орнын сақтап қалады, лидер болып. Американың лидер болу өте керек цивилизацияға. Олардың арқасында қазақ елі, Азия, орталық Азия бәрі 20 жыл тыныш отырды. Талибандардан сақ болып. 20 жылдың ішінде бәрі көтеріліп кетті. Өзбектер де көтеріліп кетті, қазақтар да көтеріліп кетті. Қырғыздар көтеріліп бара жатыр, бірақ олардың өмірлері өте қиын. Төңкерістен төңкеріс, оның бәрін жоюға талай